kınaylı değil misin? Mende de var, mende de var, mende de var. Dalada kar, köpüldüğü kötkölü kalın yaşak beri dalada kar. Kolunday değil misin? Kim kınaylı? Сәлем! Мегасилкаға келдік. Рашкон? Енді ауырып бірдеме алып кеткеудің жолын не істеп өз-өзімізді ұстап жүрсек. Иә, біз де өз-өзімізді ұстай алмай қаламыз. Сол үшін бізде финансқа онша контроль жоқ. Шын айтқанда, планда жоқ нәрселердің көбісін алып қоямыз да. Уже миым ойлап жатыр. Ұмыт кетіппіз. Маска тағу керек. Шырқайсына кіші. Мынау Гайсина. Раби, сені қандай киім аласың? Не знаю, джинсы. Что? Қарайын деген. Мен әлі білмеймін, ештеңке аламын, қандай алатынымды көреміз. Негізінде осындай рубашка алғым келіп. Деп Рабиге Новый годқа заказ істеп тастаған дейсің ғой. Не санап кетсің аспанда? Не санап кетсің? Жай бірдеме ойлап келдім. Мен айтып келе жатырмын, кофе, шиек, телефонымды зарядка. О, мен жақсы көретін магазиным. Ой, көріне ма сіздерге? Личи. Менің жақсы көретін магазиным. Осындай сумкалар бар. Вот менікіндей шапка. Ботинка. Осындай ботинка алуға болады, иә? Маған, кстати, курткама ұқсат. Шапкам серый как раз. Кім эстетикада киінгенді ұнатады, сондай қыздарға арналған эстетика. Warm. Жылуы деген сөз. Инстаграмда осындай несін көрген, дубленкасын өте күшті. Дубленка өте күшті, да? Двойкалар. Рубашкасымен и шалбары бірге шаштының сияқты. Ол личида болды ма? Инстаграмнан соны көрсетіп, қыздардан сұрауға болады. Осындай шубка алғым келген, бірақ мынаны қыста кие аламын ба, Раби? Кие аласың ба үшін? Өте қатты. Аюлар сияқты, қоншықтар сияқты бір қалай шығамын мен, бойым кішкентай, өзім томпақпын. Мынандай не очень, да? Раби бізде қазір примерочныйда тип көріп жатыр. Мен өзіме ештеңе таңдаған жоқпын әзірге. Қатты қажеттілік те жоқ негізінде, шын айтқанда. Қазір екі шалбар таңдады, екеуін киіп көреді, қайсысын айтса соны. Міне, бірінші шалбар. Кофта өзінікі шалбар, иә, только? Бұл өте қалың шалбар. Қыста киюге қандай материал маған, Раби? Шерсть ішінде, иә? 90% шерсть па? Өте әдемі. Не болып тұрған жоқпын ба? Огромный. Жоқ. Жоқ, олай болып тұрған жоқ, әдемі болып тұр. Алсам болады. Ременнен да может бүйтіп көрем. Қалай тұратын. Сенде бар ғой жаңа шалбарындар, иә, кстати. Қыздар осы ғой, магазинге кірсе, бір нәрсе алмасақ шықпаймыз. Кстати, осы куртка тоже личидан. Шапкан да сол. Маскамен жүрген қандай қиын. Да, Раби? О, да.
Уже ременмен басқаша. Меніңше джинсыдан көрі осындай алған дұрыс сияқты шалбар жұмысқа киюге. Сонымен достар, личидан шықтық. Міне личи. Мега силкойдың екінші этажында келсеңіздер болады. Раби, не алдың, көрсетші. Ой. Личидан шалбар алды. Жылы қыста киюге ыңғайлы. Негізі масканы шешіп сөйлемесем бір түрлі екен. Бірақ негізі бізге жаңа ғана ескерту жасады, масканы киіп жүрсін деп. Я, Раби. Кстати, далада боран, бірақ менің тушым бәрі әлі орнында. Не? Шай жай. Өзім. Солай. Үстіне кофта қарамайсың ба? Хотела вообще үстімен сразу двойка. А, кстати, сен үстімен киіп, десе. Не айттың кіптір десе? Мынау шапканы несі? Мынау жана Рабидің алған шалбары. Осының бәрі осындай бір коллекциядан шерсть. Шерстің қазақшасы қандай? Жүн. 90% жүн. Бірақ негізінде мынау панамка ыңғайсыз киюге, өйткені құлағың ашық тұрады. Мына жерде мен шашым болғаннан кейін көрінбейді. Негізінде құлағың ашық тұрады да, я, Раби? Суық. Сол үшін мен күн кішкене салқындап жел болса, капюшон киіп алам, сол үшін ыңғайсыздау. Бірақ әдемі өзімен айтып. Жана сол Рабидің алғаны бір коллекциядан айтқысы кеп тұрғаны осының іші. Сол алған шалбардың үстіңгі рубашкасы бар, я? Двойка. Үстінде рубашка, ременмен бар, бірақ Раби тек шалбарын алды. Егер мен алсам, солай үшеуін бірге киюге болады. Мен бүгін 12.000 шаг жасадым. Ой, көрінбей қалды ғой. Ой, все өтіп кетті. Менде күнделікті потолок 12.000 шаг жасауым керек. Бүгін 12.000 шагты жасадым. Күнде бір шамамен 15.000, 16-17.000 солай шаг шығады негізінде. Менің подписчиктеріме сәлем жолдасай. Көп па подписчиктар? Осы соңғы 28 күнде +4 болып деген ба? Жоқ, солай ақырын-ақырын көбейіп жатырмыз. О, этот. Не. Кофеден кейін барамыз да, неге меламен не? Қайда ол? Кофе қайда? Меламан. Мен блокнот бастауым керек өзім. Біз кітап алуға барамыз дегенбіз, кітап қараймыз, сосын блокнот. Сосын бізге фото шығару керек. Бірақ мұнда фото шығаратын жер бар ма, жоқ па, білмеймін. Мен әлі ешқандай кітап таңдаған жоқпын өзіме. Ойлағам, мынаны алам ба деп. Бір жағынан мен деу грамматика таблицах деген бар екен. Негізінде таблица маған ыңғайсыз. Английскийді қайтадан жаңартсам ба деп жүр. Дубайда болған кезде английский білетін сияқты едім кішкене болса да. Қазір мүлдем білмеймін. Өйткені английский қолданған жоқпын. Биыл Турцияға барғанда көбінде түркше сөйледім. Кругом одни идиоты. Кругом одни идиоты деген кітап алайын деп жатыр. Қараңыздар, мен қандай күшті кітап таптым. Біз бір жылы китайский бастап кеткенбіз. Міне. Өте түсінікті деп ойлаймын. Present perfect, настоящее, вот прошедшее, будущее и барлығысының несімен көрсетілген. Осындай кітап меломанда сатылады. Бағасы бар болған 2350 теңге. Алсаңыздар болады. Қандай кітап? Сила воли? Кім автор?
студенттеріне. Қара, хочешь быть счастливым, тренируйся сила. Короче, сила воли деген істеу керек. Мына жерде еще мына жер күшті екен да, внутренний демоны деген жер бар екен. Бәріміздің ішімізде Айсара жатыр ғой. Ой, жаным, да? Айсара апам айтқандай аффирмация жасаймыз. Вот. Силкойдағы меломанда. Жақсы екен да, Раби, ұнады ма саған? Жаңа жылда сол кеткен. Сонымен біз қайда келдік, Раби, Рашкон? Біз үйге келдік, бүгінгі блог осымен аяқталды. Қазір шай ішеміз. Рабидің арқалықтан алып келген сарқытымен. Мен мамам алып келген, просто жетпей қалды мамаға. Маманың орнына мен жеймін. Я, Раби? Иә, неден афтан жер. Маған еще 1 килограмм құрт алып келді, Раби. Афтан жермесен, көзім жұмып афтан жер қойсын. Бағана жігітіне ма? Ол жерін алып тейсің. Ана, нелер де атады. Шынымен ана блог түсіреді ғой, нелер, сосын ана фэшн туралы мынау тыңдап атасың ғой. Сол кезде де сөйтіп арасында кесіп тастайды, сосын жаңағыны сөйтеді ғой. Сен де солай істе. Андай приколдарын бет-бет өткізіп жүреді. Короче, көрсейсіз өткізіп жүрген, қызық өткізіп жүреді. Дарикон сияқты қуып кеткен ба? Именно осы жерін жазшы. Дарикон ренжіп қалмасын, бірақ маған. Дарикорнды мен негізі білмеймін, кеше Раби маған ютубтан көрсетті, қызықтаймыстан, иә? Сол күлкілі емес анекдоттар айтады екен, просто жылан шпагатқа отырды деген сияқты, сондай көрсеңіздер болады, қызықтаймыстан. Не жасаймын дедің, Раби? Қалай жасайсың дедің? Короче, көресің. Мен көрген просто солайынан істейді да, өздерінің приколдарын андай бір түрлі. Андай қылып жүресің. Қандай? Ана тыңқ деп жаңа сөйтіп қойды ғой, сияқты. Сен менің орыс тілі туралы видеомды толық көрдің ба? Сол жерде бар ғой. Не, көрдім, кішкене до конца көре алмадым, ішімнен күлкім келіп тұрды. Вот, сол көр, сен соны көр, сол кезде түсінесің, мен ондайды хабарым бар екен. Сен ондай істеп Аяғыңды түсір, пожалуйста. Ыстық емес па? Көрдіңіздер ғой, менің құрбым қалай мені поддержка жасайды маған. Менің видеомды до конца көрмеген. Сол. Жарайды, онда барлығыңызға қайырлы түн. Біз сағат 11-16-да тоқа үйге келді. Ой, 11-де келдік, бір 10 минут болып қалды. Я келгенімізге. 11:05 деп келдік. Көп жерде фотосессия жасадық. Триумфасанның жанында фотосессия жасадық. Бүгін бәрі по плану болды. Жақсы, қайырлы түн барлықтарыңызға. Сәттілік.